Томас Тухель Баварияны басқаруға дайын. Тоттенхэм Харри Кейннен айырылғысы келмейді. Конте Тоттенхэммен келісімшартты ұзартуға асығар емес. Және Барселонадағы үлкен қиындықтар. Осы және өзге де жаңалықтар жайлы бүгін айтатын боламыз. Достар, YouTube видеоны басқада адамдарға ұсыну үшін лайк өте маңызды. Сондықтан егер видео ұнаса, лайк басып кетулеріңізді сұраймын. Бәріңізге алдын ала рахмет. Ал біз көп созбайық, бастаймыз. Челсидің бұрынғы бас бапкері Томас Тухель Баварияны басқаруға қарсы емес. Неміс маманы Челсиден кеткен соң тезірек жаңа клуб тапқысы келеді. Бавария Тухельге ұнайды және ол керек болса жалақысын азайтуға дайын. Бірақ екі тарап әлі байланысқа шыққан жоқ. Бавария басшылығы әзірге жаңа бапкер қарастырып жатқан жоқ. Олар Юлиан Наглсманға сенімді. Джуд Беллингем келесі маусымда Боруссиядан кетуі мүмкін. 19 жастағы жартылай қорғаушыға Ливерпуль, Реал Мадрид, Ман Сити, Юнайтед және Челси қызығып отыр. Хавбектің Боруссиямен 2025 жылға дейін келісімшарты бар. Боруссия ойыншыға жаңа келісімшарт дайындап жатыр. Бірақ ойыншы клубтан кеткісі келсе, Боруссия жартылай қорғаушы үшін 150 миллион евро сұрайды. Осылайша ол тарихтағы ең қымбат ағылшындық атануы мүмкін. Тоттенхэм келесі маусымда Харри Кейннен айырылып қаламыз деп қорқады. Ағылшындыққа қазір Бавария қызығып отыр. Ол уақытқа дейін Харридің шпорлармен тек 1 жылға жарамды келісімшарты қалады. Осыған орай Бавария ойыншыны жеңілдіктермен алуы мүмкін. Кейннің өзі келісімшартты ұзартуға асығар емес. Гол басылымы Барселона тарихындағы ең сәтсіз трансферлер тізімін жариялады. Бұлардың ішіндегі ең нашары Филиппе Каутиньоның трансфері. Ойыншы үшін Барселона Ливерпульге 120 миллион евро төлеген болатын. Қазіргі уақытта бразилиялық Астон Виллада өнер көрсетуде. Екінші орында Антуан Гризман, үшінші Златан Ибрагимович, Мартин Брейтвейт, Миралем Пьянич, Керрисон, Дмитрий Чигринский, Александр Глеб, Джованни және Андре Гомеш. Қазіргі Тоттенхэмнің бас бапкері Антони Контенің клубпен келісімшарты осы маусымның соңына дейін жарамды. Клуб келісімшартты ұзартуға ниетті, бірақ итальяндық маман келіссөздер жүргізуден бас тартуда. Tutto Sport басылымының хабарлауынша Конте бар уақытын клуб үшін жұмсауда және келіссөздер үшін алаңдағысы келмейді. Бірақ Тоттенхэм басшылығы ұзақ күткісі келмейді. Егер келіссөздер қаңтарға дейін басталмаса, клуб жаңа бапкер іздейтін болады. Милан басшылығы Оливье Жирурмен серіктестікті ары қарай жалғастырғысы келеді. Никола Скираның хабарлауынша екі тарап келіссөздерді бастады. Жаңа келісімшарт 2024 жылдың жартысына дейін жарамды болуы мүмкін. Француздың қазіргі келісімшарты осы маусымның соңында аяқталады. Реал Мадрид Мбаппемен келіссөздердегі сәтсіздіктен кейін енді ешқандай келіссөздерді ұзаққа созбайды. Реал Мадрид енді өзі қызыққан ойыншыларға шешім қабылдауға белгілі бір уақыт береді. Егер келіссөздер жүріп жатқан ойыншы наурызға дейін нақты шешім қабылдамаса, онымен келіссөздер тоқтатылады. Бұдан бөлек Мбаппе енді ешқашан Реал Мадрид сапында ойнамайды. Мбаппе ешқашан Реалға ауысуды қаламаған. Ол тек корольдік клубты ПСЖ-дан көбірек ақша алу үшін қолданды. Бірақ Килианның өзінің айтуынша, ол Реал Мадридте ойнауға қарсы емес. Кеше Барселона жанкүйерлері үшін оңай күн болмады. Өткен жылы Барселона жарақат алып қалған ойыншылардың кесірінен үлкен кедергілерге тап болған. Осы маусымда сәтті трансферлер арқылы бәрі орнына келді. Бірақ кеше Ұлттар лигасының ойынында Жул Күнде жарақат алып алаңнан 23 минутта кетуге мәжбүр болды. Қорғаушы бүгін медициналық тексеруден өтеді. Бірақ кейбір басылымдардың хабарлауынша ойыншының жарақаты ауыр. Осылайша Күнде жарты жылға алаңға оралмауы мүмкін. Бұдан бөлек негізгі құрамның ойыншысы болмаса да, әлі де Барселонаның кейбір ойындарына қатысып жүрген Мемфис Депай Польша мен Нидерланды ойынында жарақат алды. Барселонаның негізгі құрамының негізгі ойыншысы Усман Дембеле де жарақат алды. Кейбір басылымдар француздың жарақаты жеңіл дейді. Бірақ бұл анық емес. Қазіргі уақытта Барселонаның 3 ойыншысы жарақатпен белгісіз уақытқа футболмен қоштасты. Достар, осымен бүгінгі жаңалықтар соңына жетті.
Егер сізге видео ұнаса, лайк басып, каналға жазылуды ұмытпайық. Ал біз қоштаспаймыз, келесі видеода кездескенше аман сау болыңыз.